мынау Ренде Форестте қыздар сұрап жатсыздар ғой, шрифт қалай ауыстырамын деп. Мысалға мынандай алыс болып кетті ма, міне мынандай шрифт өзгертеміз, мына жерге жазасыз өзіңіздің сөздеріңізді. Мына жерге жазып жатсыз мысалға, иә. Енді осы жердегі шрифтті айттым ғой мен ауыстыру керек деп. Мына жерге барасыз ғой, default font деген тұр ғой. Осыған басып көріңізші, ауысу керек тұрған. Мына жерге барады екенсіз, міне. Мына жоғары тұр ғой. Осыны басасыз. Сосын мынау show more деп тұр ғой. Осыны басасыз да. Бүйтіп астына қарай түсіресіз. Астына қарай осылай түсіресіз. Мына жерде көп. Мына біреу кеше айттым ғой группада, мына біреу шрифт таңдайық. Осыны таңдасақ бізде қазақша шрифттер шығады екен деп. Енді осыны болғаннан кейін мына жерден сырттан жүктеуге болады екен негізі шрифтті. Мен қазір бір-екі шрифттарды қарап көрейін, сосын жүктеп көремін мына группаға неге. Сосын көрейік оның қалай жаза ма, иә, тексеріп. Мен оны көрем жүктеп, сосын сіздерге айтамын. Обновить еттім. Мына жерде көрейін қазір. Қазір жазып, сосын көрсетіп сізге. Астында тұр ғой, екіншісінде бастым жаңа мына жерде. Мына жерде шрифтта тұр ғой. Show more-дан бастым. Тоже мына жерде де өзгертіп тастайыншы қазір мынаған. Мына жерде галочка шықты жаңа, өзгерді деп. Енді ары қарай мынаны көрейік осыларды қалай болады. Мына жаққа өзгеріс шығып тұр. Так, мына edit деген редактировать қой. Осыған барамыз. Мына жерге жазып көрейік қазақша шрифттармен. Мынандай қазақша сөздер жазайыншы. Мен қазақша шрифт көріп жатырмын. Енді бұны просмотрға салып қойыншы. Бесплатный просмотрға. Ағылшынша болып кетсе көрейік қазір, оқима қазақшасын. Міне қыздар жаңағы тексеріп көрейік, мен қазақша шрифттарды пайдаланып көрдім. Қазақша оқиды екен қыздар. Міне мына жақтан өзгертіп аласыздар. Болды, жаңа мен айтқан неге ауыстырыңыздар, сосын қазақша шрифтке ауысады екен. Міне